Сәлем достар, сіздермен мен аниме өмір және менің ешкімді ренжіткім келмейді. Бірақ бүгін мен көп адамның артын шындық өртімен лаулататын сияқтымын. Себебі осы видеода мен Итачи мен Нагатоның арасындағы мықтыны анықтайтын боламын. Ал кеттік. Кішігірім спойлер. Нагато мықтырақ. Ең алдымен Нагато және Итачидің күштеріне тоқталайық және содан кейін екеуінің арасындағы шайқасты көз алдымызға елестетейік. Учиха Итачи Учиха әулетінің мүшесі ретінде мықты чакраға ие, бірақ оның чакрасының көлемі орташа деңгейде. Итачидің рефлекстері, реакциясы мен тайджутсусы өте мықты. Ол жылдам және қара күшке бай. Ол көптеген нинджутсуларға ие және оларды оңтайлы сәтте тиімді пайдалана алады. Авторлар Итачиді ақылды етіп көрсеткісі келеді, бірақ Итачи қарсыластарын көбінесе интеллекттің көмегімен емес, Мангекё Шаринганның мықты нинджутсулары арқылы жеңеді. Ал егер Итачидің күші жетпей жатса, авторлар оның қарсыласын әлсіретіп, оған болмайтын қателіктер жасатып, Итачиді солай жеңіске жеткізе салады. Итачи отты нинджутсулардың бірнеше түрін игерген. Одан бөлек ол су элементін де қолдана алады. Өзінің қарғалары арқылы ол қарсыласты шатастыра алады. Не қарғалардан өз клонын жасай алады. Кәдімгі клондардан басқа Итачи жарылатын клондарды да жасай алады. Және өз шаринган арқылы ол өте қауіпті генжутсуларға ие. Итачи қарсыластарды көздері арқылы генжутсуға түсіргенімен, егер қарсылас Итачидің көзіне қараудан бас тартса, ол қарсыласты өз саусағына қарату арқылы оны иллюзиялар әлеміне түсіре алады. Мангекё Шаринган Итачиға өте мықты қабілеттер береді. Цукуйоми арқылы шын өмірде бірнеше секунд өткенімен, Итачи генжутсу әлемінде өз қарсыласын сол бірнеше секундта, бірнеше күн немесе бірнеше апта бойы қинағандай қинай алады. Аматерасу оты кез келген объектті толық өртеп бітпейінше өшпейтін от болып есептеледі. Бірақ жай адамдарға қарағанда Итачи әрине Аматерасуды сөндіре алады. Және әрине Сусано мықты қорғанысы мен қарулары бар. Алып нинджутсу. Итачидің Сусаносы кез келген шабуылды тойтара алатын Ято қалқаны мен қарсыласты жұтып, оны мәңгілік генжутсу әлеміне тастайтын Тоцука қылышына ие. Одан бөлек ол Сусано арқылы орта және алыс қашықтыққа ұшатын нинджутсуды қолдана алады. Оған қоса Итачи Шисуидің бір көзіне иелік етіп, оны да қолдана алады. Және Итачи Изанами қолдана алады. Бірақ Изанами барлық шинобилерге әсер ете бермейді. Ал енді Нагато Узумакиге тоқталайық. Нагато Узумаки өздеріңіз білетіндей Узумаки әулетінің мүшесі. Сол әулеттің мүшесі болғандықтан оның чакрасы өте мықты және оның көлемі орасан зор. Нагатоның чакрасының көлемі үлкен болған соншалықты ол көп чакра қажет ететін нинджутсуларды бірінен кейін бірін қолдана береді. Және Нагатоның риннеганы оның онсыз да күшті чакрасын одан да күшті ете түседі. Жылдамдық тайджутсу мен физикалық күш жағынан Нагато ешкімнен кем түспейді десек те болады, тайджутсу мастерлерін санамасақ әрине. Себебі ол қайткенмен де Узумаки әулетінің мүшесі ғой. Акацуки құрамында Нагато сол ұйымның ең мықты мүшесі болды. Оның мықтылығын Тоби, Зетсу, Конан және Фукасаку мойындаған. Ал Якуши Кабуто, Нагато Эдо Тенсей арқылы тірілтілген шинобилардың ішінен тек Мадараға ғана есе жібереді деп есептеген. Джирая, Нагато Саламандра Ханзоны өзі жалғыз өлтіргенін естігенде қатты таңғалған. Себебі үш атақты саннинің өздері Ханзоға жабылып, оны жеңе алмаған еді. Нагатоны Итачи, Наруто және Киллер Би жабылып жеңе алмай. Ақыры авторлар Нагатоны жеңіліске ұшырату үшін оны Итачидің алдында құрбандыққа шалды. Одан бөлек Нагато өз чакрасын өте жоғары деңгейде бақылай алады. Сол қабілет арқылы ол өз чакрасының құрылымын өзгертіп, өзін сенсор шинобиларға сездірмейтіндей қыла алады. Оған қоса Нагатоның өзі кез келген қарсыласты алыстан тауып алатын мықты сенсор екенін де ұмытпайық. Бала кезінде Нагато Джирая үйреткен барлық нинджутсуларды бірден игеріп,
барлық 5 табиғи элементті және оған қоса йотон элементін де қолдана алған. Риннеган арқылы Нагато Гедомазоны бақылай алады және Гедомазу арқылы Нагато Пейнрикудоны ойлап тапты. Пейнрикудо өлі 6 адамның денесінен тұрады. Нагато сол 6 денеге көптеген куройболар тығу арқылы оларды бақылауда ұстап, солар арқылы шайқаса алады. 5 дененің әрқайсысы бір қабілетке ие, ал Тендо жолы бірнеше қабілетті қолдана алады. Тендо жолы арқылы Нагато гравитация күшін, Чикушидо жолы арқылы жануарларды шақырту күшін, Гакидо жолы арқылы чакра сорып алу күшін, Нингендо жолы арқылы адамдардың жанын жұтып алу күшін, Шурадо арқылы әртүрлі әскери механизмдерді қолдану күшін және Джигокудо жолы арқылы тозақ патшасын шақырту қабілетін қолдана алады және Тендо жолы су элементімен Чибаку Тенсей нинджутсусын да қолдана алады. Оған қоса Нагато осы барлық жолдардың күшін өзі жалғыз қолдана алады. Осы ақпараттың өзі Итачи мен Нагатоның арасында мықтының кім екенін көрсетіп тұрғандай. Бірақ біз анимеде Итачи Нагатоны Тоцука қылышы арқылы жеңгенін білеміз. Сонда бұл видеоның мәні неде? Видеоның мәні шын мықтыны анықтау. Себебі аниме мен мангада сюжет үшін ең мықты кейіпкердің өзін қоқысқа лақтыра салуы мүмкін. Және сол үшін мен Итачи мен Нагато арасындағы шайқасты ойластырып көрейін. Бізде 2 сценарий бар болсын. Соларға толығырақ тоқталайық. Бірінші сценарийде Итачи белгілі бір себептермен Акацки құрамынан шығу үшін өзін Учиха Мадарамын деп жүрген Обитоның алдына барады. Обито болса Итачиге Акацки басшысы Пейн екенін ескертіп, Итачи Пейнді жеңсе ол оған еш кедергі жасамайтынын және Итачи Акацуки ұйымын емін-еркін тастап кете алатынын айтады. Содан кейін Итачи Обитоның берген ақпараты бойынша жасырын жаңбыр ауылына аттанып, сол жерде Пейнмен кездеседі. Яғни шайқас Итачи мен Пейн күйіндегі Нагато арасында болады. Итачи Пейндерді генжутсуға түсіре алмады, себебі Шаринганның генжутсулары Риннеганға әсер етпейтінін түсінді. Ал дыбыс генжутсусын Итачи анимеде де мангада да ешқашан көрсетпеген еді. Яғни ол оны қолдана алмайды. Итачи клондар арқылы шабуыл жасап 6 Пейнді бір-бірінен бөліп алғысы келді. Бірақ Пейн бірнеше жануарларды шақыртты. Итачи барлық клондарын жару арқылы жануарларды жоқ қылып, отты шар арқылы шабуылдады. Пейн отты шарды сорып алған кезде оның ішінде сюрикендер бар екенін көріп қалды. Сюрикендерді басқа Пейн қағып жіберіп, чакра жұтушы Пейнді аман сақтап қалды. Итачи оңайлықпен жеңбейтінін түсініп, барлық Пейндерді бірден Аматерасу отына орады. Итачи егерде тез жеңіске жетпесе, Пейннің жеңіске жетуге деген мүмкіндіктері арта беретінін жақсы түсінді. Тендо жолы Аматерасуды жан-жаққа ұшырып жіберді. Сол сәтте Итачи су элементі арқылы үлкен су айдаһарын жасап, Пейндердің көздерін сол арқылы жауып, су сануын іске қосты да, Пейндер көрмей тұрғанда Тоцука қылышы арқылы оларды бір-бірден мәңгілік генжутсуға боғаттап тастағысы келді. Чакра сорушы Пейн алып су айдаһарын тез жұтып алып, Пейндер Сусано мен Тоцука қылышын көріп үлгеріп, жан-жаққа секіріп үлгерді. Сол кезде Итачи қайтадан Аматерасуды іске қосып, бірнеше Пейнді өртей бастады. Тендо жолы Итачиді Сусаносымен қоса бірнеше жүздеген метрге ұшырып жіберіп, басқа Пейндердің денесіндегі Аматерасуды жоқ қылды. Артынан тірілтуші Пейн жараланған Пейндерді су жаңа кейпінде қайтадан шайқасқа қосты. Енді Пейн шабуылға шықты. Ол Баншо Теннин арқылы Итачиді Сусанодан шығарып алып, оны өзіне жақындатты да, Итачи мен Тендо жолының арасында 1 метр қалғанда барлық Пейндер Итачидің денесіне куройболарды тығып жіберді. Итачидің Сусаносы жақындап келіп, Пейндерге қылышын сермеген сәтте, Пейндер қайтадан жан-жаққа секіріп кетті. Қансыраған Итачи соңғы күштерін жинап, оригинал Пейнді таппақ болды. Ол шайқас барысында шын Пейннің басқа жақта екенін ұға бастаған еді. Бірақ Тендо жолы Итачиді бетон қабырғаға бірақ жабыстырып, оның денесіне әуеден куройболарды қайтадан тықты да, Итачи басқа дүниеге аттанып кетті. Екінші сценарийге келсек, онда Эдо Тенсей кейпіндегі Итачи мен Нагато шайқасқа түсті. Итачи Сусано шақыртып, кәрі жүре алмайтын Нагатоны Тоцука қылышы арқылы жеңбек болды.
бірақ Нагато 2-3 секундтың ішінде Сусаноны түгел сорып алды. Айта кетейін, Пейн күйінде Нагато өз күшін толығымен пайдалана алмайды. Чакра жұтқан Нагато сәл жасарды, бірақ оның аяқтары бұрынғы қалпына келмеді. Итачи бірден артқа секіріп, оны Аматерасу отына ораған сәтте Нагато Аматерасуды да жұтып алып, тағы да жасарды да оның аяқтары енді ғана қалпына келді. Нагато өз денесін механизмдерге толтырып, ол Итачиді ракеталармен атқылай бастады. Итачи ракеталардан тез қашып үлгеріп, Нагатомен тайджутсу арқылы шайқаспақ болды. Екеуінің жылдамдықтары мен күші шамамен бірдей болып, олар бір-бірін жеңе алмай жатты. Дегенмен оңтайлы сәтті күткен Нагато Итачидің денесіне қолын тигізіп, оның жанын денесінен шығарып алды да, ал денесін Шинра Тенсей арқылы алысқа ұшырып жіберді. Осылайша Итачи қайтадан жеңіліске ұшырады. Итачи де Нагато да өте мықты шинобилер. Әрине фанаттарға Итачи көбірек ұнайды, себебі Итачиді авторлар ақылды, дарынды тұлғасы мінсіз шиноби ретінде көрсеткісі келді, және көп адамдар сол образға алданып, Итачиді оның күші мен қабілеттерін тым артық бағалап жатады. Нагатоны авторлар үнемі құрбандыққа шалумен айналысса, Итачиді олар керісінше үнемі алға сүйреумен болды. Егер сіз Итачи жеңеді деп ойласаңыз, астына 1 санын, ал Нагато жеңеді деп ойласаңыз, 2 санын жазып кетіңіз. Немесе кім жеңетіні жайлы өз пікіріңізді мәдениетті түрде астына жаза кетіңіз. Ал ақмақ Итачи фандарды комментарийлерден байқасаңыз, онда комментке Шаринган Риннеганды жеңе алмайды деген сөздерді жазып кетсеңіз болады. Солай мен сіздердің ақмақ Итачи фандарды байқағандарыңызды білетін боламын. Және де егер сіздер Итачи өмірі мен Сусану тарихы жайлы көбірек білгілеріңіз келсе, онда мына видеоларды көріңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.